дәстүрлі емес діни ағымдар деп ерушілер, яғни оларға ерушілер деп кімдерді айтамыз дейтін болсаңыз, дәстүрлі дегеніміз ата-бабаларымыз, дәстүр деген нәрсеміз ата-бабаларымыздың өзінің еліндегі, өзінің осы ұлы дала қазақ жеріндегі қалыптастырған заңдылықтар. Әрине ол діннің аясында, діннің ішіндегі үкімдерді қолдана отырып қалыптастырған заңдылықтарды, ол біздің ата-бабаларымыз өзіміздің салт дәстүрімізге қалыптастырып енгізген болатын. Енді сол оны қабыл етпейміз дейтіні, біздің ата-бабаларымыз ол өзінің дінін ұстанып, салт дәстүрін ұстану үшін бір масқапты ұстануды жөн көрді. Ол масқап әрине көпшіліктің, бәріміздің білетініміз Абу Ханифа масқабы. Енді осы Абу Ханифа масқабын қабылдамаймын деп, масқапты қабылдамаймын деуі, ол басқа масқап шығарып алам деген нәрсе. Міне осы дәстүрлі діни емес деп айтуымыздың себебі, өзіміздің қазақ ата-бабаларымыздың дәстүрімізден келе жатқан, ата-бабаларымыздың ислам дінін қабылдағаннан бері келе жатқан өздерінің ұстанымдары бар. Осы ұстанымды имам Азам Абу Ханифа масқабын ұстанып келеді. Енді осы масқапты ұстанбай, біз тек қана Құран мен сүннетпен ғана жүреміз дейтін кейбір топтар бар. Әрине ол көпшілікке мәлім уахабизм ағымындағылар. Уахабизм ағымдағылардың өзі ол негізіндегі ол бір жүйе. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам өзінің хадис шәріпінде керемет келтіріп кетті. Менің ғасырым, одан кейін ғасыр, яғни сахабалардың ғасыр, кейін одан кейінгі ғасыр, табииндердің ғасыр деп келтіріледі. Сол үш кезең бақытты кезең деп айтады. Міне осы үш кезеңді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келтіріп кетті. Енді қарап отырсаңыздар, осы төрт масқап, имам Азам Абу Ханифа масқабы, Шафии масқабы, Хамбали масқабы, Малики масқабы, осы төрт масқап осы табиин кезеңде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтып кеткен кезеңде пайда болған кезең. Яғни біздің былай айтқанымызда жер шарындағы төрт бағыт бар ғой, оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыс деген сияқты. Дәл осы сияқты исламның төрт бағыттағы, төрт жақтағы жер бетіндегі төрт жақтағы өмір сүретін адамдардың әлеуметтік жағдайын, менталитетін барлығын қамтып отырып жүйеге келтірілген төрт масқап. Бұлар бір-бірін жоққа шығармайды. Бірақ осы төртеуін жоққа шығаратын не бар? Масқаптар бар, ағымдар бар. Бұлар енді әрине масқапты жоққа шығару деген сөз, мен басқа масқап құрып алам деген сөз. Юсуф Қардауидің керемет сөзі бар. Масқапты қабыл етпеймін деген адам, масқап жаңадан масқап шығарам деген адам. Міне осындай қазіргі таңда шығып отқан уахабизм деп айтамыз. Уахабизмнің өзінің өзі, егер бір масқап болып қалыптасатын болса, уахабизмнің өзі көп топқа бөлініп кетті. Мысалы айтатын болса, уахабистің тәкфирит уахабистер, сурурит уахабистер, джихадит уахабистер, матхалит уахабистер, хаддадит уахабистер болып беске бөлініп кетті. Қазіргі таңда. Міне олардың өздерінің өзі бір-бірін мойындамайтындықтары, яғни олардың сауатсыздығының, деп айтқанымызда, сауатсыздығының арқасында, ислам дінін толық түсінбегендігінің арқасында. Біздің ата-бабаларымыз, Әл-Фараби бабамыз не деп кетті? Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас дұшпаны деді. Ең бірінші тәрбие беру керек. Оларға бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмір тарихын оқитын болсақ, Алла тағала пайғамбарымызға пайғамбарлық жіберместен бұрын да пайғамбарымызды көркем мінезбен тәрбиеледі. Халықтың арасына әмин деген, яғни Мұхаммадул әмин, сенімді Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам деген атқа ие болуға лайықты қылып тәрбиеледі. Оны Алла тағала тәрбиеледі.